Талдықорған өнеркәсіптік индустрия және жаңа технологиялар колледжі. Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы, дүниежүзі тарихы. Сабақтың тақырыбы 1941-1945 жылғы Ұлы Отан соғысы. Сабақтың мақсаты Ұлы Отан соғысы туралы мағлұмат беру, оның зардаптары, тарихта алатын орны, ұлы жеңістің мәнін айта отырып, білім алушылардың рухани білімін, өмірге деген құштарлығы мен ой өрісін кеңейту. Отан үшін жан қиған ағалар мен апаларымыздың, қазіргі таңдағы арамызда жүрген ардагерлеріміздің ерліктерін үлгі тұтуға тәрбиелеу. Балалар, жаңа сабақты бастамас үшін біз сіздерменен үй тапсырмасына шолу жасап өтейік. Естеріңізде болса, өткен тақырып бізде екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы болған. Ендеше сол кездегі маңызды оқиғаларды есімізге түсірейік. 1939 жылы 1 қыркүйекте фашистік Германияның Польшаға басып кіруіменен екінші дүниежүзілік соғыс басталған болатын. Одан 1940 жылы наурызда Данияны басып алады жаңағы германдық неміс әскерлері. 1940 жылы 10 мамырда Францияға шабуыл жасайды. 1940 жылы 20 мамырда Бельгияны қиратады. Естеріңізде болса, аз уақыт ішінде герман әскерлері Европа елдерінің жаңағы жарты бөлігін жаулап алып, енді Кеңес одағына қарай қадам басқан болатын. Енді Ұлы Отан соғысының басталуы мен барысына тоқталып өтейік. Шабуыл жасаспау туралы 23 тамыз 1939 жылғы Совет одағымен жасалған келісімді бұзып, фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан КСРО аумағына басып кіреді. Ұлы Отан соғысы, балалар, осылай басталады. Соғыстың сипаты: Германия тарапынан бұл соғыс агрессиялық жаулап алушы әділетсіз соғыс болса, ал Совет одағы тарапынан әділетті, өз жерін қорғаған, азаттық үшін күрескен отан соғысы болып табылады. 1940 жылдың орта кезінде-ақ Гитлер командованиесі СССРге басып кірудің Барбаросса жоспары деп аталатын стратегиялық жоспарын жасауға кіріскен болатын. Бұл жоспар бойынша фашистік Германия мен оның жақтастары құрғақтағы, әуедегі және соғыс теңіз күштерін КСРО-ға бір мезгілде шабуыл жасатқысып, қысқа мерзім ішінде қауырт соғыс идеясы бойынша 41 жылдың күзінде-ақ Кеңес одағын толықтай жаулап аламыз деген өздерінің жоспары болады. Міне жерде балалар көрініп тұр. Ұлы Отан соғысының басталуы, яғни КСРО Германияның Барбаросса жоспарының мақсаты. Осы жердегі мақсатты міндетті түрде дәптерлеріңізге жазып алуларыңызды сұраймын. Бұл Барбаросса жоспарының мақсаты КСРО-ға соғыс ашу, қауырт соғыс идеясы бойынша соғысты 1941 жылдың күзінде аяқтау, КСРО территориясын бірнеше рейх комиссияға бөлу, солтүстік Ленинград, орталық Москва, оңтүстік Киев деп, жаңа қысқа мерзім ішінде осы жоспар арқылы бүткіл Кеңес одағын басып алуды жоспарлаған екен. Міне көрсетіліп тұрғандай балалар, мынаны дәптерлеріне міндетті түрде жазып алуларыңды сұраймын. Енді сіздерге мынандай бір сұрақ: осы Ұлы Отан деген сөздің қайдан шыққанын білесіздер ме? Ендеше Ұлы Отан соғысы ұғымына тоқталып өтейік. Ұлы Отан соғысы ұғымы 1941 жылғы шілденің 3-інде Сталиннің радио арқылы сөйлеген сөзінен кейін пайда болған екен. Сталин өз сөзінде ұлы және отан деген сөздерді бөлек-бөлек бір-бірімен байланыстырмай қолданады. Содан кейін барып Ұлы Отан соғысы деген сөз тіркесі қалыптасып, ол көптеген тілдерде қолданыла бастайды. Мысалы, орысша Великая Отечественная война деген сияқты. Ендеше біз жаңа сабағымыздың балалар негізгі кіріспе бөлімін аяқтасақ, енді негізгі бөліміне бет бұрайық. Ұлы Отан соғысы балалар негізінде үлкен 3 кезеңге бөліп қарастырамыз. Олар 3 кезеңнен тұрады.
Бірінші кезең 22 маусым 1941 жылды 18 қарашасынан 1942 жыл аралығын қамтиды. Екінші кезең 19 қараша 42 жылдан 43 жылдың соңына дейінгі аралықты қамтиды. Үшінші кезең 1943 жылдың соңы мен 8 мамыр 45 жыл аралығын қамтиды екен. Ендеше осының ішінде біз қазір мына бірінші кезеңге тоқталып өтеміз. Бірінші кезең 22 маусым 1941 жыл мен 18 қараша 1942 жыл аралығында болған. Соғыс басталған уақыттан бастап кеңес әскерінің Сталинград түбіндегі шабуылының басталуына дейінгі аралық. Бұл КСРО-ға ең ауыр кезең болып саналады. Шабуыл жасау мақсатында жауынгерлер мен әскери техникасын сақадай сай дайындаған неміс әскері біршама сәттілікке қол жеткізеді. 1941 жылдың қараша айының соңына дейін қарсыласының күшіне төтеп бере алмаған кеңес әскері жауларына ұлан ғайыр жерді тастап артқа шегінуге мәжбүр болады. Осы аралықта олар көптеген жауынгерлерінен айырылып, із-түзсіз жоғалғандар саны көбейеді. 5 миллионға жуық адам тұтқынға түсіп, мыңдаған танктар мен ұшақтарынан айырылады. 1941 жылдың күзінде фашистік неміс әскері бар күшін Мәскеуді жаулап алуға салады. Мәскеу үшін шайқас 1941 жылдың 30 қыркүйегінен бастап 1942 жылдың 20 сәуіріне дейін жалғасады. 1941 жылдың 5-6 желтоқсанында Қызыл армия шабуылға көшіп, қарсыластың қорғаныс майданын бұзады. Фашистік әскер Мәскеуден 100-250 километрге дейін шегінеді. Мәскеуді жаулап алу жоспары іске аспай қалады. Мәскеу түбіндегі жеңіс халықаралық үлкен мәнге ие болады. Мінекей балалар, бірінші кезеңнің аяғы, яғни неміс әскерлері Мәскеуді жаулап аламыз деген өз жоспарлары іске аспай, артқа шегінуге тура келгенменен аяқталады екен. Осы жерде мен сіздерге мына суретті қою арқылы сұрақ қойғым келеді. Бұл сурет өзімізде Алматы қаласында орналасқан 28 панфиловшыларға арналған ескерткіш екен. Енді бұл ескерткіштің қандай тарихи мәні бар екенін айта кетейін. 1941 жылы 15 қарашада Германия әскері 51 дивизиясымен Мәскеуге екінші негізгі шешуші шабуылды бастайды. Осы майданға Алматыда жасақталған генерал-майор Панфилов бастарған 316 атқыштар дивизиясы Мәскеу түбіндегі Волоколам тас жолын қорғайды. Қазақстандық жауынгерлер соғыс тарихында сирек кездесетін ерлік жасап, 28 панфиловшының 23-і қаза табады. 1942 жылы бұл жауынгерлердің барлығына Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, астында ескерткіштің астында жазуда да бар, жаңағы Москва үлкен болса да артқа шегінуге жол жоқ дейді. Яғни соңғы жандары қалғанша Мәскеуді қорғап қаза тапқан жаңағы батырларымызға арналған ескерткішті айтпай кетуіміз мүмкін емес деп санадым. Ендеше екінші кезеңге көшейік. Екінші кезең 19 қараша 1942 жыл 1943 жылдың соңына дейінгі аралықты қамтиды. Соғыстағы түбірлі өзгеріс кезеңі деп аталады екен. Қорғаныс ұрыстарында жауды әбден титықтатып әлсіреткен кеңес әскері 19 қараша 1942 жылы Сталинград түбіндегі 300 мың адамы бар 22 фашистік дивизияны қоршап алып қарсы шабуылға көшеді. 2 ақпан 1943 жылы бұл топ жойылады. Осы уақытта жау әскері солтүстік Кавказдан да қуылады. 1943 жылдың жазына дейін кеңес германдық майдан тұрақтанады. Жаз, күз айлары бойы шабуыл кезінде қарсыластың жарты дивизиясы ойрандатылып, кеңес одағының бір қатар шекарасы босатылады. Фашистік одақтың ыдырауы басталады. 1943 жылы Италия соғыстан бас тартады. 43 жылғы
майдандағы жауынгерлік әрекеттерге түбегейлі өзгеріс әкелген жыл болып қана қоймай, кеңестік тыл жұмыстарында да өзгеріс әкелген жыл болып табылады. Тылдың жан кешті еңбегінің арқасында 1943 жылдың соңында Кеңес одағы Германияны экономикалық тұрғыдан да жеңеді. Әскери өнеркәсіп 1943 жылы майданға 29 мың ұшақ, 24 мың оннан 1 бүтін танкі, 130 мыңнан астам зеңбіректің барлық түрін береді. 1943 жылы Кеңес одағы соғыс техникасы қарудың негізгі түрлерін өндіруден Германиядан біршама басып озады екен. Қарап отырсаңдар балалар, ол кезде соғыс тек қана соғыс алаңдарында ғана емес, тылда да өз жұмысын қарқынды жасап отырған. Осы тылдағылардың арқасында жеңіске жетуімізге бір табан жақындағанымызды көруімізге болады. Келесі үшінші кезең 1943 жылдың соңы мен 8 мамыр 1945 жыл аралығын қамтиды. Ұлы Отан соғысын қорытындылаушы кезең деп аталады. 1944 жылы кеңес экономикасы соғыс жылдарындағы ең биік белеске көтеріледі. Өнеркәсіп, көлік қатынасы, ауыл шаруашылығы дами түседі. Әсіресе әскери өнеркәсіп тез көтеріледі. Танктер мен өздігінен жүретін артиллериялық қондырғылар соғысқа қатысты сол кездегі ауыр техникалар шығарудан өзінің шарықтау шегіне жетеді. 1944 жылы кеңес қарулы күштерінің жеңісіменен есте қалады. КСРО-ның барлық шекарасы фашистік басқыншылардан тазартылады. Кеңес одағы Европа елдеріне көмекке келеді. Атап айтқанда, кеңес әскерлері Польшаны, Румынияны, Болгарияны, Венгрия, Чехословакия, Югославияны босатады. Қарқынды ұрыспен Норвегияға дейін жетеді. Румыния мен Болгария Германияға соғыс жариялайды. Финляндия соғыстан шығып кетеді. Берлиндегі шайқастар қиян кесті және қажырлы сипатқа ие болып, 30 сәуірде Рейхстагқа жеңіс туы орнатылады. Енді осыменен Рейхстагқа жеңіс туы орнатылуменен үшінші кезеңімізді аяқтап, сіздерге білім алушылар мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Рейхстаг дегенде бәріміздің білмеуіміз мүмкін емес деп ойлаймын. Яғни Рейхстагқа ту тіккен қазақ батырын білесіздер ме? Мінекей Рейхстаг жаңағы ту тігілген. Менің ойымша барлықтарыңыз жақсы білесіздер деп ойлаймын. Ол қазақтың Совет одағы батыр атағын алған батыры Рақымжан Қошқарбаев екен. 30 сәуір 1945 жылы Рейхстагқа ту тіккен батырлардың бірі, яғни біздің мақтанышпен айтатын батырларымыздың бірі деуге де болады екен. Енді мына жердегі берілген жаңағы сөздерді балалар міндетті түрде дәптерлеріңізге жазып алуларыңызды сұраймын. 1941-1945 жылдар арасында болған Ұлы Отан соғысында 35 миллионнан астам адам, оның ішінде 1,5 миллион қазақстанды қатысты. Сол кездегі Кеңес одағының құрамына кіретін республикалардың 18 бен 50 жас арасындағы ересектердің 80% соғысқа қатынасты. Кеңес одағы бойынша 27 миллион адам қаза тапса, оның 13% қазақ болды. Қазақстаннан 500 адам Кеңес одағының батыр атағын алып, оның 97-сі қазақ болған екен. Не балалар, мына жерді қойып, жаңағы өздеріңізге міндетті түрде дәптертеріңізге жазып алуларыңызды сұраймын. Енді өздеріңізге келесі мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Екі дүркін Кеңес одағы батыры атағын алған қазақстандық ұшқыштарды білесіздер ме? Менің ойымша міндетті түрде білесіздер деп ойлаймын. Ол бірінші Талғат Бигелдинов, Қазақстанның жаңағы батыр атағын алған екі дүркін, Совет одағының батыр атағын Леонид Беда, Иван Павлов және төртіншісі Сергей Луганский. Міне осы төрт батырымыз Кеңес одағының екі дүркін батыры атағын алған жаңағы батырларымыз. Төртеуі де Қазақстанның азаматтары екен. Енді дүниежүзі тарихында кез келген жаңағы Ұлы Отан соғысына байланысты сабақ айтылған кезде балалар
осы мына батырларымыздың аттарын атамау мүмкін емес деп ойлаймын. Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова және Бауыржан Момышұлының ерліктері барлығымызға жақсы таныс деп ойлаймын. Сонымен бірге дәптерлеріңе міндетті түрде КСРО-ның соғысының аяқталуының тарихи маңызы деп жазып аласыздар. Соғысты жеңудегі тарихи маңызы: дүниеге төнген фашистік қауіптің бетін қайтара білді, Европаны фашистік шырмаудан азат етті, дүниені фашистік құлдықтан сақтап қалды және жаңа ереженің орнатылуын, халықтың жаңағы әртүрлі сортқа бөлуін тоқтатқан екен. Сонымен бірге КСРО-ның саяси ортадағы маңыздылығы Ұлы Отан соғысынан кейін КСРО-ның беделі көтерілді. Ол бәріне жақсы аян деп ойлаймын. Бұл жерлерді міндетті түрде балалар дәптерлеріне жазып аласыздар. Ұлы Отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың маңызды құрамдас бөлігі болды. Бұл соғыстың басты ауыртпалығы кеңес адамдары мен оның қарулы күштерінің иығына түсті. Қайтпас қайсарлықтың арқасында гитлерлік Германия мен оның одақтастарына төтеп беріп, тарихи жеңіске жеткен екен. Мына жерде балалар, егер қарап отырсаңдар, не себепті Ұлы Отан соғысы жаңағы тарихта болмаған ең ауыр, ең қанды соғыстардың бірі соғыс болды деп айтамыз. Мына жерде міне адамдардың, қайтыс болған адамдардың санына қарап, бұл соғыстың жаңағы өте үлкен ауыр, дүние жүзінің, яғни 61 мемлекеттің бір-бірімен соғысқан үлкен ірі соғыс болғанын байқауға болады екен. Мына жерде міне бәрі жақсы көрсетіп тұр. Кеңес одағы бойынша 27 миллион адам қаза тапса, оның 400 мыңы тек қазақстандық азаматтар болған екен. Енді өздеріңе үйге тапсырма балалар, бүгінгі өткен тақырып бойынша суретте көрсетілген батырлардың өмір баянымен танысып, ерліктер туралы дәптерге жазамыз дейді. Мен жаңа сіздерге слайдты көрсеттім да, бірақ та әдейі осылардың жаңағы ерліктерін, не себепті кеңес одағы батыры атағын алғандығы туралы айтпай өткен себебім сол. Себебі бұл сіздерге үйге тапсырма ретінде беріледі. Яғни Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Бауыржан Момышұлының өмір баянын қысқаша жазып, не себепті оларға қандай ерліктері үшін кеңес одағының батыр атағын берілгенін дәптерлеріңізге жазасыздар. Және сонымен бірге ұлы жеңіске биыл 75 жыл тақырыбында шағын эссе жазып, маған кері байланысты WhatsApp желісі арқылы, болмаса өзіміз қолданып жүрген EduPage программасы арқылы жіберсеңіздер болады. Мен сіздердің кері байланыстарыңызды күтемін. Енді сабақты қорытындылау үшін 1941-1945 жылдардағы соғыстың жеңіспен аяқталуы дүниежүзілік тарихи ірі оқиғаның бірі. Ол 1417 күн мен түнге созылды. Елдегі ұлы шайқас бүкіл азаматтың тағдыры, болашағы үшін күрес болды. Ел басына күн туған кешегі сұрапыл уақытта кеңес халқы өзінің бейбіт еңбегінің шырқын бұзған зұлым жауға қарсы бір кісідей аттанды. Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін. Міне ол кездегі жауынгерлік ұран осы болды. Бұл тұтас бір ұрпақтың өмірі. Бұл күндері ұрпақ ешқашанда ұмытпауы тиіс. Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен қазақ батырларының ерліктерін мақтан етеміз. Ұлы жеңістің тарихи маңызын танып біліп, соғыс жылдарындағы халықтың ауыр жағдайын, қиыншылықтарды жеңе білуінде ерлік істерін бағалай білуге міндеттіміз дегім келеді. Балалар, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.